Келес және Сарыағаш аудандарының қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген бөлімінің ұйымдастыруымен оқу-әдістемелік жиын өтуде. Ағымдағы айдың 18, 19, 20 жұлдызы аралығында өтетін жиыннан көзделген мақсат не? Тілшіміз Қуаныш Амангелдіұлы біліп қайтты. Бұл әдістемелік жиынға Келес және Сарыағаш аудандарындағы мектептердің алғашқы әскери дайындық пәнінің жетекшілері қатысып отыр. Мақсат біліктілікті арттыра түсу, отансүйгіштікті дәріптеу. Жалпы 7 тақырып бойынша жұмыстары жүргізіледі. Мысалы, автоматты бөлшектеу, атыс дайындығы сынды. Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 10 шілдедегі 340 бұйрығына сәйкес, мына Келес және Сарыағаш аудандарының бүгін үлкен әдістемелік жиыны басталды. 18-19, 20 күн аралығында толық өтіледі. Бұл нәрсе 2019-ға тоқталып қалды, бәріңізге белгілі COVID-19-ға байланысты. Қазір таңда бұл қатты қолға алып жатырмыз. Әр мектепте әскери патриот тәрбиені жоғары көтеру, ер азаматын қолдау бүгіннен басталады. Өзі көріп отырсыздар, міне көп отырсыздар. Екі аудан бойынша осы арада 100-ден аса әшедесі жиналып отыр. Әр сабақ береді, ертең бұл мәселе мектеп бойынша жеткізіледі. Бұл мәселе ары қарап жалғасын табады деп ойлап отырмын. Себебі бұға дейін біз 4 жыл көлем тоқтап қалды. Қазір бүгіннен бастап басталып көріп отырсыздар, бұл енді ішкі шара алға бастады деп ойлаймын. Негізі мақсат 7 тақырып бойынша жұмысқа алып барылады. Бірінші атыс дайындығы, автоматтар бөлшектеу, тактика дайындығы, саптық, сонымен қоса бізде топография сабақта әрқайсысы жеке-жеке болады. Ең соңғы күні 20 күні барлығы зачет тапсырады, полигонға барамыз. Бұрынғы 32-039, қазір бізде 37-48 әскери бөлімнің 2-ші монтажшы батальонына барып, сөйтіп барлығы түгел есеп тапсырады. Қай жетекші, қай мектепте дайын екенін көрсетеді. Мұндай жиындардың маңызы үлкен себебі отанды қорғау әрбір азаматтың міндеті. Ал өскелең ұрпақты отансүйгіштікке баулайтын мектептердегі әскери жетекшілер әдістемелік жиыннан мол тәжірибе алады. Қуаныш Амангелді, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.